Анатолий Некрасов «Бала махаббаты» 3 бөлім. Көп кездесетін мысал, бір әйел саяжай сатып алғысы келеді. Саяжай деген талайғы арманым еді. Табиғат аясына шығып, өзімнің денсаулығымды және баламның денсаулығын жақсарту үшін. Жаман тілек пе? Жоқ әрине. Бірақ құндылықтар жүйесі көпе-көрнеу бұзылды. Бірінші орында саяжай емес, бала емес, оны саяжаймен қамтамасыз ете алатын еркек тұру тиіс еді. Жазмыш оған қандай сабақ берді десеңші? Ол саяжайын сатып алуға қаражат жинақтап, қолайлы нұсқаны тапты да, құжаттарын рәсімдеу үшін бір еркекке қолындағы бар ақшасын бере салды. Ал әлгі еркек ақшаны қалтасына басқан бойда зым-зия жоғалды. Иә, қарапайым, бірақ көрнекі сабақ. Ақшасын жеке басына, бой жазып саяхатқа шығуға, көңіл көтеруге, яғни өзінің хал-қадірін арттыруға жұмсау керек еді. Міне сонда ғана оның арманын жүзеге асыра алатын еркек жолығар еді. Жалпы бұл өте маңызды тақырып. Отбасылық проблемалар нақ осы тұста тығылып жатыр. Кейде ахуалды өзгерту үшін көп күш-жүгер жұмсаудың қажеті жоқ. Тек кейбір қарапайым нәрселерді ұғып алған жөн. Мысалы, әйелге ақшаны табу емес, алу керек. Бір қарағанда ұсақ нәрсе сияқты көрінер, ал шын мәнінде аса маңызды жағдай. Өмірдің мән мағынасын ақша табуда деп ұққан әйел болудан қалады. Артық айтқаным емес. Жегінді атқа айналады. Міне енді ол тағдырдың тасқақ жолымен балаларын, жұмыс қамын, кейде күйеуін де арқалап келеді. Жүрген сайын жүгі ауырлап мықшыңдай береді. Өзінің адал махаббаты, ағзам еңбегі үшін сый-сияпатқа кенелу бір басқа. Егер сана сезімге осындай табиғи дүниетаным орнықса, бәрі өз бабымен орнына келеді. Өйткені қалай ойласақ та солай өмір сүреміз ғой. Ал кіммен алу керек? Жазмыш ондай әйелге қобдишаны толтырып қоюдың амалын тауып ретін келтіреді. Тап солай өмір сүретін, әрі жақсы өмір сүретін әйелдер де күнделікті тірлікте жиі кездеседі. Ал мұнда бостандық бар ма сонда деген сұрақ туындайды. Біреулер ортада бас қосқан жұп екеу емес, тіпті үшеу және одан да көп жан екенін және жарасымды әрі бақуатты дәурен сүретінін тілге тиек ету мүмкін. Бірақ мұның айтылған жайтке қатысы қаншалықты? Біз нақты жұп, шынайы қосақ қатысын тұрмыс құру нұсқасын қарастырдық. Бұл нұсқаға айтылғандардың бәрі дөп келеді. Тек қарым-қатынас тұрпаты әрқилы болуы мүмкін. Тұтас халықтар мен дүйім мемлекеттердің басқаша ережелермен өмір сүретін, қарым-қатынастың өзгеше түрлерін ұстанатынын жақсы білеміз. Сонда бұл бұрыс па? Құдай тағаланың құзырында дұрыс пен бұрыс дейтін ештеңе жоқ. Табиғаттың өзі мұны бізге көрсетіп келеді. Өйткені екі және одан да көп күні жарық төгетін, жылуға бөгетін жұлдыздар жүйесі де бар ғой. Жұбайлар отбасын құрып бала туа алады. Мен отбасының басты мақсаты бала туу емес, еркек пен әйелдің етене әрекеттесуі, бірлесе күн кешулері арқылы өз мүмкіндіктеріне жол ашу екенін тағы бір ескерте кетемін. Кейде біз басқаша жайттерді көреміз. Әуелі жүкті болып қалады, содан соң отбасын құрып, реті келіп жатса, жұбайлық өмірді бастап жүре бара түсінісіп, бірін-бірін сүйе бастайды. Бірақ тұрмыстық және басқа да проблемалардың қыспағында бөбекке өбек бола жүріп, берік жұп құру өте қиын. Бұл тұста жас жұбайлар мен олардың әке-шешелерінің аса жоғары имандылығы мен ерен еңбегі қажет болады. Ал олардың бұған қажетті тәжірибесі бар ма? Рухани деңгейлері жете ме? Мұндай мехнатқа іштей даяр ма? Шынайы жұп құрып көңіл бірлемей, қалған шаруаның қыбын тауып, мұндай жағдайда олар қиындықтарға килігіп тауқымет тартары сөзсіз. Анастасия айтпақшы, балалар үшін махаббат кеңістігін дайындап алмай, топырлатып туа беру қылмысқа барабар. Енді біз сүйіспеншіліктің 3-ші шеңбері балалар жайын сөз етейік. Иә, балалар 3-ші орынға жайғасады. Көпшілік үшін бұл күтпеген тосын жағдай, әйтсе де көптеген проблеманың себептері нақ осы жерде жатыр. Осы кітап мұндай шырғалаң жағдаяттардан шығу жолын көрсетуге арналған. Өкінішке орай жұрттың көбі, әсіресе әйелдер, балаларды ең жоғарғы өреге, тіпті 1-ші орынға қояды. Міне ата-аналар мен балалардың соры қайда жатыр? Психикалық инцидентте әкелер мен балалар проблемасы да, балалардың тағдыр тәлкегіне ұшырауы да
Олардың пәниден ерте кетуі де осылай өрбиді. Алдыңғы тарауларда біз бұл тақырыпқа қатысты көп мысал келтірдік. Сүйіспеншілік дұрыс бөлінген отбасында дүниеге келген балаларды ойдағыдай тәрбиелеп, бақытты тағдыр иесі ретінде қалыптастыруға мүмкіндік мол болады. Осылайша әке-шеше өз бақыты мен махаббатын балаларына дарытады. Бұл ретте олардың ұрпағына қалдырар ұлағаты ұлықтауға әбден лайық. Балалар да құндылықтардың табиғи жүйесі бар ақиқи дүниетанымды жөргегінен бойына сіңіріп, өздерінің жазмыш қарым-қатынасын үйлесімдірек құрады. Жаратушы ие ақиқи құндылықтар жүйесінің адамның есіне салуға мейлінше тырысып, әрқилы белгілер береді. Ал пенде байғұс мұны елемейді. Жазмышты шиыршықтауын жалғастыра берсе, ол адам жолындағы ең үлкен құндылықты алып тастайды. Сондықтан адам нені құлай жақсы көріп, не нәрсеге етене бауыр басып кетсе, әрі айырылып қалуына қатты қорқса, бәрінен бұрын нақ соны жоғалтып алатынын талай байқадық. 4-ші орында әке-шешеге өзінің тек тамырына қатысты сүйіспеншілік тұрады. Тек тамырына махаббаты жоқ пенде жел-жөн күткен қаңбақ секілді. Сондықтан адамның өз мүмкіндігін жүзеге асырып, үйлесімді дамып жетілуі үшін тектік байланыстар сондай маңызды. Бұдан тек әке-шешесімен ғана емес, сондай-ақ басқа тума-туыстарымен арақатынасының қатынасы бар. Өзінің түп төркінінен ажырамаудың мәні зор. Мұндай жағдайда адам тамырын тереңге жіберген теректей жер бетінде табанымен нық тұрады. Әке-шешесін жақтырмайтын, құрмет тұтпайтын, оларға өкпелейтін адам өзі отырған бұтақты шабатын пенде сияқты жермен энергиялық байланысын жоғалтады. Бірақ ата-анаға арналған махаббат құрбандарының үлгісіне айналып кетуге тиіс емес. Ол 4-ші орында тұрғанын ұмытпаңыздар. Ата-анаға махаббат хақында осы аттас тарау бар. Отанға сүйіспеншілік те осы шеңберге кіреді. Отан ұғымы ауқымды. Бұл өзіңнің туып өскен, ата тегің тараған, балалық шағың өткен мекен, туған өлке табиғаты, елің, тағы да сол сияқты. Кейде мемлекет отан ұғымының орнын басуға үміт артып, өз сүйіспеншілікке бөлеуге ұмтылады да, оны 1-ші орынға шығаруға тыраштанады. Кеңес одағында тіпті отанға арна әуелі іңкар сезімді, ал содан соң ойла мына өзіңді деген ән шырқалатын еді. Осынау адасқақ көңіл ауаны миллиондаған адамдардың тағдырына ауыртпалық артып келді. Адамның құндылығы мемлекет құндылығынан төмен қойылды. Әйтсе де отанға сүйіспеншілік өз орында тұрса, адамның тұлғасын және энергиялық кенендігін қалыптастырудың өте маңызды фактор екені шүбәсіз. Махаббат иерархиясындағы 5-ші орында адамның әлеуметтік ортада шығармашылық мүмкіндігін, жасампаздық қабілетін іске асыруды, қарапайым тілмен айтқанда оның қызмет бабы, жұмыс қамы тұрады. Тағы да қайталап айтамын, нақ осы жерде 5-ші орында тұрады. Иә, жұмысқа жұмсалатын уақыт жөнінде емес, жан дүниеде алатын орны, сана сезімдегі мән маңызы жөнінен. Ал шынайы өмірде, күнделікті тұрмыста біз нені көреміз? Адамдардың көпшілігі тіршіліктің осы саласына тек уақыты мен күш жігерін ғана емес, іңкар сезімін де сарп етеді. Жұмыс тым жиірек 1-ші орынға шығып кетеді. Мұндай жағдайда адам ауқымды нәтижелерге қол жеткізеді, бірақ сонымен қабат денсаулығын, отбасы мен балаларын, тіпті өмірін жоғалтады. Жұмысы түбіне жетті деген тіркес нақ осындай жандарға қатысты айтылған. Біздің елде құндылықтар жүйесінің тап осы тармағын тиісті орнына қоюдың ерекше маңызы бар. Ел игілігі үшін еңбек ету ондаған жылдар бойы ең үлкен құндылық саналды. Идеологиялық машина осы мәселелерге қатысты біраз тер төгіп, бірнеше ұрпақ буынының санасына кері кеткен құндылық жүйесін сіңіріп бақты. Мемлекет, кәсіпорын, еңбек, жұмыс адамының өзіне әлдеқайда құнды кәделі көрінді. Содан адамдар ауырып тұрса да жұмысқа баратынын, әйелдердің жұмысына кешігіп қалмауына жанталасып, әлі манаурап, ұйқысын ашпаған бөбектерін балабақшаға сүйрейтін болды. Жұрттың көбі үшін жұмыс ең үлкен құндылыққа айналды да, бұл ақырында адамдардың өздерін және бүтіндей алғанда қоғамды көптеген қиындықтарға душар етті. Талай адам жұмыс махаббаттан, ермек әзілмен тағы басқа нәрселерден гөрі маңызды. Саналы, тіпті кейде отбасының жарасымы тек еркектердің ғана емес, әйелдердің ой санасында 2-ші орынға ығысып қалады. Жұмыс көбіне бәрінің, тіпті отбасының орнын ауыстырып, оған қоса қаржы қаражат, атақ даңқ алып келетін
өзін танытуға, тәуелсіздігін және қоғамға пайдалы екенін сезінуге мүмкіндік берді. Мысалы, қару-жарақ өндіретін жұмыскерлер де өздерін ізгілікті іс атқарып, елді қорғап, әлемдегі күштер тепе-теңдігін сақтауға үлес қосып жүрміз деп есептеді. Төңіректегі адамдардың көпшілігі бүлінген құндылықтар жүйесін малданған шақта жұмысты бірінші орынға шығарған пенде қоғамдағы құрметті жан болып саналады. Осы жаңсақ пікірді жандардың түсінудің бірнеше шарғысы. Әлгі жұмыскерлерді өздерінен ерекшелей марапаттау, түрлі мәртебелер мен артықшылықтар беру сияқты тәсілдер бар. Содан жұрт енді жаппай грамоталар алып, кеудесіне ерекше белгілерін, медальдар мен ордендерін тағуға, атақ дәрежеге үлесуге ұмтылды. Ал сүйіспеншілігін ашып, мөлдір махаббатын арнағаны үшін өкімет өңіріне орден тағып, уыстап ақша үлестірмейді. Иә, өзі үшін және өзінің жақын тума-туыстары үшін бақытты тұрмыс құрғандарға ғылым докторы дәрежесі мен лауреат атағын да бермейді. Бұл жерде ерекше, ендеше қалай елігіп желікпеуге, барша ғұмырыңды қалайша жұмысқа арнамай, жайбарақат қалуға болады. Михаил Жванецкий осыны дәл аңғарып тілінің тікенін қадап өтті. Мына жер неге дірілдеп кетті? Орыс әйелдер жұмысқа бара жатыр дейді ғой деп. Мұның әдетте бір жауабы бар. Егер жұмыс істемесе қалай өмір сүреді деген. Өзін және өзгелерді сүйе алмайтындар көп жұмыс істейді. Бұл ретте адам тірліктен нәпақасын айырып күнелту үшін жұмыс істеу керек. Адам жасампаз жаратылыс, әрі махаббатты жасаушы, жер бетінде махаббатты жасап, жасандырушы жан жазмыштан қалаған нәрсесінің бәрін қиналмай алады. Мемлекеттік машинаның уысына әлі түспеген жастар құндылықтардың орашолақтығын, өмірге сәйкессіздігін түсінеді де, әке-шешелері сияқты жұмыс істеуді қаламайды. Бұған қоса әке-шешелерінің жан себілі еңбегі еш кетіп, өздеріне түк бұйырмағанын талай көрді. Ал ересек буын жастарды кінәлай береді. Ал құндылықтар жүйесін қиындатып жіберген өздері екенін ұқпайды. Міне енді балалары басқа жағынан келіп, қисықты түзетуге, қателікті жөндеуге тырысады. Балалар мен жұмыс қамы міне құндылықтар жүйесін бұзып, сүйіспеншілікті айқара ашуға, демек бақуатты өмір сүруге кедергі келтіретіндер осылар. Қалғандарының барлығы дос-жарандар, ермек әзілдер, діни, қоғамдық және басқа мүдделер жануарлар дүниесіне ынтызарлық 6-шы орынға шығады. Тап солай. Мен осы айтылған схеманың көпшілікке тосын жаңалықтай көрінуі, тіпті жақтырмаушылықтың сезімдерін тудыру мүмкін екендігін топшылаймын. Бірақ теріске шығаруға асықпаңыздар. Мұнда шырқыраған шындық бар. Ой таразылаңыздар, талдап көріңіздер, сезініңіздер, сонда ғана осы қағидаларға құлақ аса бастайсыздар. Мемлекеттік жүйе басқаша көзқарас қалыптастыруға мүдделі. Әрі бірнеше лекте ел, жұмыс, балашаға қамы тұратын. Ал адамның өзі әлдебір қиырда қалатын теріс, кертартпа құндылықтар жүйесін нығайту үшін істемегені жоқ. Енді кері оралып, оңтайын келтіретін, аяғымызбен тік тұратын мезгіл жетті. Мен осы айтылғандардың жаңалық санамайтын адамдарды да білемін. Олар солай өмір сүреді. Ондай отбасылар бақуатты, балалар да бақытты күн кешеді. Мұндай жарқын мысалдар жетіп артылады. Әйтпесе адамзат қауымы әлде қашан құрып кетер еді. Адамның бағасын бірінші орынға көтеретін табиғи, шынайы құндылықтар жүйесін кәделеген жандар ғана бақытты болатынына кепілдік береді. Әрине, мен әлгі тәсімді қатаң ұстанып қатып қалу қажет демеймін. Құндылықтар иерархиясын бұзатын жайттер, жекелеген сәттер кезігеді. Бірақ бұлар қас қағымдық құбылыстар. Егер әлгіндегідей көзқарас берік орныққан болса, онда қысқа шалым ауытқулар оның жалпы қағидаттарына нұқсан келтіре алмайды. Стратегиялық бағыт бұлжымай қалады. Өз жүйеңізді талдап, талғап, жақын жуықтарыңызбен бірге талқылаңыз. Алғашқы кезде оны жиі еске алыңыз, сонда санаңызға сіңе береді. Сөйтіп ол мейлінше шынайы, ақиқи дүниетанымды қалыптастырып, өміріңізді жаңғыртып түлетеді. Шындығында Құдайдың құдіреті ішкі жан дүниеңізге әмірін жүргізеді. Құндылықтар жүйесін дұрыс құру арқылы біз сол құдіреттің шапағатына бөлене түсеміз. Ұсынылған құндылықтар иерархиясы көптеген өмірлік мәселелерді тиімдірек шешуге мүмкіндік беретін белсенді жүйе. Бірақ ол жалғыз емес, бірнешеу. Әлдебір адам таңдау құқығын иеленеді. Әртүрлі нұсқаларда байқап көріп, тәжірибе жинақтаңыз да, өзіңіз қалаған махаббат кеңістігіңізді жасап алыңыз.
Бәлкім сіздің шығармашылық ізденісіңіз содан да тиімді шешім шығатын шығар. Ең бастысы сүйе біліңіз, әрі азат болыңыз. Діндар адамдар, ал бұл жерде жаратушы иеге сүйіспеншілік қайда? Неге ол бірінші орында тұрмайды деп сұрауы мүмкін. Мен таңда тараудың басында бостандық туралы сөз қозғаған кезде ең жоғары құндылық махаббат пен еркіндік, осының өзі Құдай тағаланың болмысы екенін айтқан едім. Ал енді осы мәселені тереңірек қарастырып көрейік. Құдай дегеніміз махаббаттың өзі, ол барлық жерде, бүкіл нәрседе бар. Біз қарастырған нәрселердің бәрі сүйіспеншілікке бөгіп, Құдайдың махаббат кеңістігі, яғни Құдай тағаланың өзі болып шығады. Құдай махаббат барлық жерде, адамның өзінің, онымен қатар жүрген жандардың тұла бойында, бала-шағалардың, ата-аналардың сезімінде, күнделікті шаруа ағымында, бізді қоршаған нәрселердің бәрінде болады. Құдай тағаланың осы сүйіспеншілігі ауа сияқты бәрін толтырып тұрады, әрі онсыз тіршілік жоқ. Құдайдың жеке даралығына сенетіндер сондай құдірет иесін бірінші орынға қоюды талап етуі мүмкін. Бәрі сана сезімнің жай күйіне байланысты. Мұндай түсінікті теріске шығаруға болмайды. Бірақ осынау жолмен жүре отырып тағдырдың талқысына түсіп, тіпті азап шегуі мүмкін екендігінде ұғыну керек. Бұл мәселені тиянақтырақ қарастырамыз. Адам өзінің ой санасында Құдай тағаланы бәрін тегіс жарылқайтын махаббат емес, өмірдің өзі емес, әлде қайда асқын тұлға ретінде түйсінсе, онда Құдайды өз болмысынан шығарып алды және оны өзінен тысқары қояды. Бәрінен бұрын Құдай тағаланы сүю керек деген өсиетке сүйенген адам болмысына мәңгілік бала сипатын сіңіріп, өзін алдыңғы лектен алып тастайды. Сөйтіп бүкіл құндылықтар жүйесі бұзылады. Адамның барша ғұмырын тәрк ететін зардапты дүниетанымдық адасулар осыдан келіп шығады. Баз біреу, ал сонда бала сияқты болыңдар деген сөз қайда қалды? Бірақ онда жарандар, ақылмен бала болмаңдар, жаман істе бөбек болып, ал ақыл жөнінен ересек қылыққа еніңдер деген сөз бар. Ерте ме кеш пе дұрысы, дер шағында әрбір адам кәмелетке жетуі қажет. Ата-ананың қамқорлығынан шығып, дербес өмір сүре бастауы, өзінің төңірегін шыр айналған ғаламшарлар балалардың күніне айналуы қажет. Құдай тағала бізді өзінің бейнесі бойынша әрі ұқсас етіп жаратты. Өзінің құдіретін танытуда тең үмбетін көргісі келді. Содан бері біздің есейіп, өзіміздің достасатын әрі сабақтасатын сәтімізді тағатсыздана күтеді. Біз қандай мұраттармен және құндылықтармен тәрбиеленгенімізді еске алыңыз. Бірінші кезекте партияға, күн көсемге, отанға сүйіспеншілік тұрды. Мемлекет те өзін ес-түссіз сүйіп, жан-тәнмен берілуді, тіпті өмірін де қиюды талап етті. Еркек пен әйелдің арасындағы махаббат, отбасы жайы өзінің шынайы қалпына қайткенде де жете алмады. Баға жетпестей адам ғұмырын қайдағы бір ұшақ, трактор, сынақтан өтетін құрал үшін қия салды. Мемлекет пен дін жанында пида ететін құрбанды қолпаштап отырады. Оларға керегі де сол еді. Адамның өзі де көбінесе мәңгілік бала кейпінде қалуға келісім беріп, ересектердің жауапкершілігін арқалаудан тайсақтағанын, көптеген құқыларын ғарыш қойнауына және жер бетінде тылсым күштерге беріп қойғанын мойындау керек. Өйткені жауапкершілікті әлдебіреудің арқасына арта салған әлдеқайда оңай ғой. Қазіргі кезде көптеген кітапта, ілімдерде айтылатын ақиқатқа жақындау мүмкіндігі пайда болды. Тек ерінбеу әрі тоқтап қалмау керек. Ұсынылған құндылықтар иерархиясын ұғыну ақиқатқа қарай елеулі қадам жасауға мұрсат береді. Және де кешігіп қалдым-ау деп өкінбеңіз, ештен кеш жақсы. Көңіліңіз қаласа, кез келген жаста қателікті түзетуге болады. Мысалы, жасы егде тартып, қартайған әке-шеше өз қателіктерін көріп, ашық мойындап, өздеріне және балаларына, "Иә, мынау жерден жаңсақ жібергенін екенбіз" дейтін болса, өрен жаранның өмірі күрт өзгеріп, жақсылыққа жол тартуына осы сөздің өзі-ақ жеткілікті. Керісінше адам баласы басым бағыттарда дұрыс бағамдай алмай, бұрынғы әдетімен күн кеше берсе, онда өзіне де, өзгелерге де қиындықтарды қордалай түседі. Соңғы кезде көп ұшырасатын бір мысалды қарастырайық. Адам жұмыс іздеп жүр делік. Ол сөзін төңірегіндегілерге солай айтады. "Маған жұмыс керек" дейді. Жалпы осы сөзінде ешқандай айқындық жоқ. Қандай жұмыс іздеп жүргені, ең бастысы не үшін екені бұлыңғыр, түсініксіз. Бәлки сіз қалай, не үшін қаражат тауып, қазіргідей қиын кезде амалдап күнелту үшін ғой дейтін шығарсыз. Мұндай жағдай жұмыс табылады, бірақ жалақының жайы дұрысталмауы ықтимал.
Не ол өте аз мөлшерде болады, не оны кешіктіріп береді ылғи. Басқа да тиімсіз жақтары бой көрсетуі, атап айтқанда жұмысы тартымсыз болуы, үйден алыс орналасуы, ұжымда қым-қиғаш ахуалының қалыптасуы тағы басқа әбден мүмкін. Тағы да негізгі құндылық басымдылықтары алдан шыға келеді. Адам ақиқатқа неғұрлым жақын болған сайын, әлдеқандай мәселенің шешімін табу соғұрлым оңайлай түседі. Бұл ретте де солай еді. Егер құндылықтардың басым бағыттарын дұрыс айқындалса, онда мәселенің түйіні оп-оңай түседі. Біріншіден, жұмыс қызмет атаулыға адамға өз мүмкіндігін мейлінше ашып, шығармашылық қарым-қабілетін толықтай іске асыру үшін қажет. Әлде біреу, қайдағы шығармашылық қабілет күнелту керек қой, деуі мүмкін. Әне, қараңыздаршы, қаншама адам ғылыми дәрежесімен және атақ даңқымен базарларда, дүкендерде жұмыс істеп жүр ғой, дейтін шығар. Иә, олар күнелтіп жүр. Олар алдында тұрған мәселе түйінін осылай шешуге ұйғарған. Егер адам мына өмірде бір нәрсеге қол жеткізгісі келсе, онда өзінің менін бірінші орынға апарып қою тиіс. Екіншіден, кез келген қызмет бабы еркек пен әйелдің бір-біріне құрметі мен сүйіспеншілігін арттыруға септесуі керек. Иә, өзара қарым-қатынастағы әлдебір шиеленісті туындатып, кикілжіңге ұластыруға емес. Егер бірінші мәселе шешілсе, бұл өздігінен орын табады. Үшінші, жұмыс қамы, қызмет бабы, әлеуметтік мәселелерді шешу барысында көмектесуге тиіс. Төртіншіден, адам мүмкіндігінің шығармашылықпен жүзеге асуы төңірегіндегі қауымға, бүкіл адамзат баласына ауадай қажет. Енді әр ұстаным өресі тұрғысынан құндылықтар жүйесіндегі лайықты орынды анықтауға асықпай ақылмен келіңіз. Дұрыс қалыптасқан дүниетаным адамның кез келген жағдайында өз мүмкіндігін асырып, бақытты ғұмыр кешуіне мүмкіндік береді. Жаңаша, ересек адамша ұғынатын кез келді. Бұған дейін болған қарым-қатынастарды баршасын тарих қойнауына кетті. Егер сіз сол тәжірибеге қанағаттанып, одан өзіңізге қажет нәрсенің бәрін алып, деніңіз сау, басыңыз аман қалпында жүрсеңіз және бала-шағаңызбен, жақын туыстарыңызбен де бақуатты болсаңыз, онда сізге алаңдап мазасызданудың қажеті жоқ. Тіпті осындай жағдайда да басқа бір тәжірибенің тамырын басып көріп, басқа да бір өмірлік рөлді ойнап шығуға хақыңыз бар. Ал егер әлденеге көңіліңіз көншімей жүрсе, өте жақсы. Ондай кезде тежеліп қалмай, батыл алға баса беріңіз. Ой санаңызды, тұрмыс салтыңызды өзгертіп, тың тәжірибе жасаңыз. Өзіңізге ғана ұнайтын нұсқаны іздеңіз. Ең бастысы, жұрт қатарлы өмір сүрмеңіз. Бір орында омалып қалмаңыз. Өзіңіздің махаббат кеңістігіңізді қолдан жасап алыңыз. Бұрындары сіз сірә бақытты, махаббат пен шаттықты дәметіп, осыларға қол жеткізуге жәрдемдесетін біреуді іздеген шығарсыз. Ал енді бақытты, махаббат пен қуанышты қолдан жасауға талпынып көріңіз. Өмірден тек өзіңіз қосқан үлесіңізді ғана таба аласыз. Төңірегіңізге бірдеңе құрып жасау үшін соның бәрін өз бойыңыздан табу керек. Егер жан дүниеңізді жалғыздық жайласа, ішкі әлеміңіз жұтап тұрса, іс жүзінде табу мүмкін емес нәрсені өмір бойы іздеумен өтесіз. Қарым-қатынасының қай-қайсысы да жалғасын таппай үзіліп қалады. Ішкі жан дүниеңізде құндылықтар жүйесі құрылмаса, оқиғалар бейберекет, бейталды өріп, талай тосын жағдайлар туындатады. Адамның ішкі әлемі бос қаңырап тұрса, оны ешкім толтырып бере алмайды. Сөз соңында айтарым, әр адамның бойында өмір сүріп, тірлік етудің өзіне бүтіндей қажет болар кез келген нұсқасы бар, кез келген тек өзін еске алу керек. Және де әлде бір мезетте адам, менде құндылықтардың басым бағыттары жоқ, бәрі бірдей құнды, бәрі бір нәрсе, бәрі дегеніміз мен және бәрі Құдайы қасиеттер дейтін жағдайға жетеді. Балалық шақ барлық бастамалардың бастамасы. Біз айтқан қиындықтар мен ауыртпалықтардың барлық әлдеқайда ерте туғаннан шейін басталады. Бірақ жаңа адам дүниеге келген кезде олар толық қырынан көрінеді. Бәрі сыртқа ақтарылып шығады. Ештеңені жасырып, жауып қала алмайсың. Отбасы мен әулеттің шешілмеген мәселелерінің барлығы, ата-ана арасындағы қарым-қатынас қолайсыздығының, олардың балаға жасанды емес шынайы көзқарасының бәрі туу және одан әрі өмір сүріп тірлік ету барысында көзге ұрып тұрады. Бірден байқалып қалатын ауру сырқау нышандары, әрқилы жағымсыз жайттер, өмірде жолы болмаушылық, отбасы құрудағы оралымсыздық атаулының бәрі сол балалық шақтан басталады. Бұл тарау ең соңғы сәтте кітап жазуымды аяқтап қалған шақта туындады. Мен Нил Улштың «Құдаймен әңгімелесу»
кітабын тағы бір мәрте шолып шықтым да бұл жөнінде міндетті түрде айтуым керек деп ұйғардым. Өйткені осы бір шақтың мәнін ұғып, маңызын түсіну балалардың психикалық туытын тездетіп, мейлінше сапалы пісіп жетілуіне мүмкіндік береді. Егер ата-аналардың ақыл-ойы кемінде бір мысқалға артса, балалардың тағдыры түбінен өзгерер еді. Балажан ата-аналар әдетте өз перзенттерін қиындықтар мен шаруа қамына шырғалаңына барынша қорғаштап бағады. Дұрыс істеп жүрміз, ата-ана деген балаларына басына бұлт шалмағанын, бақытты балалық шақ жасау үшін өмір сүреді ғой деп есептейді. Бірақ мынаны естен шығармаған жөн. Бала сәби шағынан ересек өмірге даярланады. Кішкентай кезінде бойына дарытып, басынан толықтай өткермеген дағдыларды есейген шағында игеру аса қиын болады. Яғни бүлдіршін кезінде балаға алдағы өмірде кездесуі мүмкін ахуалдардың миниатюрасын өмір сүру мұрсат беріледі. Егер ата-анасы осыны дұрыс өмір сүре білуіне мүмкіндік туғызса, онда тірлігі тамаша сәтті қалыптасады. Мысалы, бала мұңайып отыр делік, себебі ойыншығын жоғалтып әлде сындырып алған. Жанына жақын тұратын адамдардың арасы алшақтап кеткен, тағы басқа. Мұң табиғи сезім. Есейгенде ересектердің мұңына малтықпас үшін кішкентай кезінде оның дәмін татқан жөн. Мұң дегеніміз адамның бір бөлігі, соның арқасында әлде бір жағдайлар әлденені жоғалтқан шақта іштегі наланы сыртқа итеріп шығарып тастауға болады. Адам өзінің мұңын шағып, наласын ақтара берсе, еңсесін езген сезімнен тез арылып, жігерін де жани алады. Көңілсіз ойлар тұмшалаған шақта мұңға батып үйренген балалар есейген кезде мұң налаға үйреншікті құбылыстай қарайды да ондай жай-күйден тез құтылады. Егер де балаларға саған не болды, мұңайып, қане қабағыңды аш, еңсеңді көтер, немесе тыныш, жылама деп зеки берсе, ересек жасқа жеткенде олардың мұң шағып жылау проблемасына айналады. Өйткені кішкентайынан мұң наласын ішінде тұншықтыруға мәжбүр етті ғой. Ал ұдайы ішінде ұстап, тұмшалай тұншығып келген мұң нала түбінде депрессияға ұласады да соның негізінде бірталай проблемалар қаулап шыға келеді. Тағы бір сезім ауаны, ашу ызаны алайық. Бұл да табиғи сезім, адамның өзіне ұнамайтын нәрсеге реакциясы. Бірақ ашу өзге адамдарға қиындық тудырмауы тиіс. Міне осы жөнінде балаға көмектескен жөн. Ашуланған шақта балаларды ренжітуге болмайтынын ол түсіну керек. Бүлдіршіндердің ызасын табиғи түрде білдіруіне мүмкіндік беріп, қысым жасамаса, олар ересек өмірге байыпты қарай бастайды да өз мінезін тежеп ашуын ауыздықтай алады. Ашуланшақтық жаман мінез, тәрбиелі адамдар оған ерік бермейді деп үйретсе, ересек шынында да олар көптеген қиындықтарға жолығады. Сондай-ақ олай істеуге болмайды деген тежеулердің кесірінен адам бойында өшпенділік қордаланып, аяғына тұсау салады. Қызығушылық жөнінде де осыны айтуға болады. Балалық шақта нақ осы қызығу сезімі бүлдіршіндердің ересектерден бірдеңені үйренуге, еліктіруге жетелейді. Қызығу дегеніміз табиғи сезім, ол өзгелерден озық шығып, мақсатына жетуге тағы басқаға тәрбиелейді. Балаларға қызығушылығын ашық білдіруге мүмкіндік берсе, олар оны бүлдіршін кезіне бастан өткереді де, ересек шақта әдетте оған бой алдырмайды. Себебі олар оны талпынысқа, белсенділікке, жасампаздыққа, жігерге айналдыруға меңгеріп алады. Олар енді бұл энергияны басқарудың қыбын біледі. Бүлдіршін шағында қызығушылық деген әсіре сезім, қызыға беруге болмайтын деп үйретсе, ондай сезімді бастан өткермесе, сезімі ішінде тұншығып қалады да ересек кезінде сол қызғанышқа, іштарлыққа айналады. Қызғаншақ адам шалағай, кемеліне жетпеген шикөкпе пенде. Тағы бір ауыр сезім қорқынышты қарастырайық. Сөйтсек, оған да ақылмен қарап, парасатпен пайымдау керек екен. Қорқыныш, үрей де табиғи сезім, тек ауқымды аяда көрініс табады. Бөбектер тек қорқынышпен туады. Қатты дыбыстардан және биіктерден үрейленеді. Табиғи қорқыныш адам өмірін сақтауға көмектесетін сақтыққа тәрбиелейді. Ал қалған үрейді, қорқыныш сезім атаулыны ата-ана мен қоғамның өзі сіңіреді. Егер балаларды қорқыныш, үрей, жаман сезім одан аулақ бол деп үйретсе, бүлдіршінді үркіп, үрейлену атаулыдан қорғаштай берсе, есейе келе ересек атанған шағында тұла бойында тұншыққан әлгі қорқынышқа айналады. Ал қорқыныш сезімі жүйке жүйесін тоздырып, адамды беймаза халге жеткізеді. Үйлесімдікті бұзып, толып жатқан проблемалар туындатады. Бір кереғарлығы ең табиғи тұнық сезім махаббаттың өзін өбектеген ата-ана табиғи шынайы күйінде көрсетуге кедергі келтіреді.
Олар баланың сүйіспеншілік сезімін білдіруіне әрқилы шарттар қояды. Ананы сүю, мынаны сүйме дейді. Махаббатқа мейлінше шектеу салып, өліп-өше ғашық болудан сақтандырады. Сүйіспеншілікті әрқилы ережелерге, нормалар мен заңдарға, ғұрыптарға бағындырып қояды. Мысалы, ғибадатханада шаттана күлуге, ораза кезінде жұрттың көзінше сүйіспеншілік сезім білдіруге, тағы басқаларға тыйым салынады. Мұның бәрі балаларды сүйіспеншілік сезімін ашық әрі батыл көрсету әдепсіздік, ұстамды болу керек деген жартыкеш түсінікке алып келеді. Бертін келе олар сезімін ақылға бағындырады да махаббаттың кейпі бұзылып, құштарлыққа, өзіне иелену құмарлығына айналып, осының өзі-ақ көптеген қиындықтарға киліктіреді. Ата-аналар шектен тыс қамқорлық жасау арқылы балаларының еркін дамып жетілуіне жол бермейді. Соның салдарынан тұлға ретінде дамуға қажетті табиғи сезімдер қыстығып, бүліншілікке ұшырайды. Осылай алға қадам басқан сайын жолына тосқауылдар қойылып, олқылықтар орын ала береді. Жазмышты жаңсық түйсіну дағдысы қалыптасады. Өмір айдынында психикалық тұрғыдан әлі тумаған, өмірінің ақырына дейін кемелдікке жете алмайтын кембағал пенде шығады. Осы айтылғандардың тек бала тәрбиесіне ғана емес, тәрбиешілерге де қатысы бар. Өзіңізге зер сала мұқият қараңыз. Бойыңызда қорқыныш пен үркектік бар ма? Сүйіспеншілік сезіміңізді білдіріп, іркіліп қала бересіз бе? Қызғаныш пен қызығушылық бар ма? Ашуланасыз ба? Күйзеліске түсіп, мұңға шомасыз ба? Егер өз бойыңыздан осы аталғандарының бірін тапсаңыз, балалық шағыңызды, сезіміңіз бен эмоцияңыздың тұншықтырған сәтіңізді еске түсіріңіз де, қайтадан бастан өткеріңіз, оларды ашық, еркін түрде сыртқа шығарыңыз. Бұл үшін көлікке мінгенде, оны күтіп тұрғанда, жүріп келе жатқанда, тынығуға шыққанда, суға шомылып жүргенде пайда болатын бос минуттарыңызды пайдаланыңыз. Балалардан үйреніңіз, өйткені олар біздің кішкентай ұстаздарымыз ғой. Әлгі сезімдердің бәрін балалармен бірге бастан өткізуге тырысыңыз. Сөйтіп, сіз өзіңіздің өткен шағыңызды өзгертесіз. Сол арқылы осы шағыңызды да, әрине, болашағыңызды да жақсылыққа қарай бұра аласыз. Ата-анаға деген сүйіспеншілік. Ананың балаларына махаббаты мәселесіне осыншама уақыт арнай отырып, балалардың анасына, ата-аналарға сүйіспеншілігі жөнінде сөз қозғамай айналып өтуге болмас сірә. Жалпы алғанда бұл жеке бір кітапқа арқау болар тақырып, ал біз бұл жерде тек бірнеше мәселенің басын шала кетеміз. Өзінің әке-шешесін жақсы көрмейтінін айта алатын ілуде біреу кездесетін шығар. Ал шын мәнінде ата-анаға арналар шынайы махаббат аса көп емес. Шынымен әке-шешесін ұнатпайтындар, тіпті жек көретіндер де толып жүр. Сондай-ақ ата-анасын өте күшті жақсы көретіндер, солардың жолында қара басын құрбандыққа шалуға даяр тұратындар да табылады. Әке-шешесінің мүдделерінің бәрінен биік қойып, тіпті оларға өз өмірін қиятын жандар жиі ұшырасады. Кейде өмірінің ақырына шейін шешесімен бірге тұратын жалғызілікті қызды немесе ұлды кездестіруге болады. Бір-біріне кіндігі байланып қалғандай бауырмалдылыққа, көл-көсір өзара көмекке даяр пейіліне қарамастан, мұндай жағдайда бала да, ана да әдетте бақытсыз қамкөңіл болады. Мұны сүйіспеншілік махаббат деп айтуға бола ма тәйірі? Ал адамдар осы арқылы олар бір-біріне өзінің махаббатын, қимастық сезімін білдіреді деп ойлайды. Мұндай жаңсақ пайым адамдық түсініктер өмірінде көп-ақ. Сондықтан мен бұл мәселені әдейі көтердім. Бұған қоса баланың ата-анаға қарым-қатынасы олардың өзіне қарым-қатынасына орай қалыптасады. Нені ексең, соны орасың. Құндылықтар жүйесін зерттей келе әке-шешеге әлде солардың біріне шектен тыс сүйіспеншілік тек балалардың өздеріне емес, олардың сүйікті ата-анасына да үлкен қиындықтар туғызады деп ой түюге болады. Мұны өмірдің өзі растап отыр. Шектен асқан, шамадан тыс нәрсенің бәрі үйлесімсіздікке ұрындырып, жазмышты ширықтыра түсіреді. Ол да осы асқынған ахуалды барынша жұмсартып сабасына түсіруге тырысады. Сондықтан әдетте мұндай жағдайларда ата-аналар мен балалардың арасында талай кикілжіңдер шығады. Олардың тұрмысын тату-тәтті етеді деп айтуға келмей қалады. Бұл аз десеңіз, олардың арасында жеккөрініш сезімі ушығып, тіпті балалары немесе ата-анасына бақиға аттанып кетуі мүмкін. Яғни олар бірін-бірі мына тірліктен ығыстырып шығарады. Адам өміріндегі құндылықтар жүйесінің маңызды екендігін тағы бір дәлелі осы. Тек отбасында үйлесімді, тату-тәтті қарым-қатынас орнап, парасатты құндылықтар жүйесі түзілгенде ғана балалары бақытты отбасын құрып, әке-шешелері үшін қолайлы жағдайлар жасай алады. Тек сондай жағдайда ғана олардың арасындағы шынайы сыйластыққа, сүйіспеншілікке, достық пейілге толған қарым-қатынасты күтуге болады. Мына өмірде көбінесе бәрі басқаша өрбиді. Әдетте ата-аналар балаларына жөргегінен бұрмаланған жасырын көзқарасқа дарытады.
Кейбір отбасыларда бірнеше ұрпақ буынына құндылықтардың бұзылған жүйесі бұйырады. Балаларды шамадан тыс артық жақсы көріп, өбектей беру олардың еркіндігін бұзады. Ата-анаға сүйіспеншілік сезімдерін табиғи түрде ашып көрсетулеріне кедергі келтіреді. Ал соның кесірінен әрқилы олқы мінездер мен адасқан құлықтар қалыптасады. Және де мұндай жағдайда өсіп өнген балалардан шынайы ізгі сезімдер күтуіңіздің өзі бекер. Мысалы, ата-ана алдында қарыздар болу сезімі кең тараған. Сәби шақтан ата-аналар, қоғам, діни ағымдар балаларды өскен кезде қартайып, қалжыраған әке-шешеге қамқорлық жасауға тиіс деген ойды санаға сіңіріп бағады. Содан осы қарыздарлық сезімі салт дәстүрге айналып, ұжымдық ой санаға сіңіріліп, барша адамзатқа ортақ парызға айналады. Қоғамда адам өзінің мүдде мұраттарын құрбандыққа шалып, ата-анасына толыққанды көмек көрсете алмағаны үшін өзін кінәлі сезуге мәжбүр ететін моральдар орнықтырылады. Олар балаларынан құрмет, махаббат, тұрақты жәрдем дәметеді, ал бірақ мұндайда өздерін өзгерткілері келмейді. Біз барымызды балаларға бердік, енді олар істеген жақсылығымызды өзімізге қайтарсын дей береді. Мұндай ұстаным балалардың толыққанды өсіп жетілуіне және әке-шешелерінің ұзақта сау-саламат ғұмыр кешулеріне бөгет қояды. Бәлкім, ал басқаша қалай болу керек? Балалары қартайған әке-шешесін бағып қағу тиіс қой дейтін шығарсыз. Бұл құлаққа тосын естілсе де айтайын. Балалары әке-шешеге ешқашанда қарыз емес. Өз балаларына ең жақсы көмектің өзі осы. Кіріптар күй кешпейтін, абырой асқақ ата-анаға балалары да әрдайым құрметпен, сүйіспеншілікпен қарайтын болады. Менің өзім ата-ананың бірімін, көп балам және енді немерелерім бар. Содан да толық жауапкершілікпен айта аламын. Балалары ата-анаға ештеңе қарыз емес. Осынау қарапайым сөзді жұрттың бәрі бірдей ұға қоймайды. Бір ғана өтінішім, жан дүниеңізде оларға қатысты жағымсыз көзқарасты оята көрмеңіз. Ерте ме, кеш пе, әйтеуір түбінде жұрттың бәрі оларды түсініп пәтуаға келеді. Мынау жарық дүниеге балалардың өзі сұранып келмегенін, тек ата-аналары перзент сүюді қалап, оларды өз кеңістіктеріне шақырып алғанын айтудан бастайын. Ал осы кеңістік әрқашанда сүйіспеншілікке бөгіп тұрмай еді? Жоқ, балаларға емес, әке-шешенің бір-біріне арналған сүйіспеншілігіне, өз өмірлеріне шақырудай-ақ шақырып алды. Бірақ қажетті жағдайларды жасап қойды ма? Владимир Мерке кітабының кейіпкері Анастасия махаббат кеңістігін жасап алмай бала туу қылмыспен барабар дейді. Сондықтан кейде бұл дүниеге келудің өзі, әсіресе өмірінің алғашқы айларында бөбекке көл-көсір қуаныш сыйлай қоймайды. Одан кейін де оларға оңай емес, жағалай болмайды деген сөз шығады. Қатаң түрде оқытып, үйретуді қолға алады. Баланың ішкі жан дүниесі күйрейді. Оның жеке өміріне араласу жалғаса береді. Балалардың дүниеге келуінен ата-аналардың өздері ғана қуанышқа кенеледі. Олар өздерінің тілек қалауларының бәрінің бұлжытпай орындап, әдіре қалған армандарын жүзеге асыратын тіл алғыш, тірі ойыншыққа ие болғылары келеді. Ойнап тұмары қанған соң балаларға талап қойып, ескерту жасауға көшеді. Бала өсіп жетілген сайын талап тілекті күшейіп, қарыздарлық сезімі қаузау әрекетіне қарқындай береді. Көп ретте күйеусіз қалған шеше енді қайтып тұрмысқа шықпай, барын балаларына береді. Мен сені өсіріп өндірдім, бүкіл өмірімді саған арнадым деген сөздермен қанықтырылған мұндай құрбандық балаларына бұрынғыдан да үлкен жауапкершілік артып, оларды қарым құрбандыққа алып келеді. Балаларға өзіңде жоқ нәрсе беру әсте мүмкін емес. Ондай шеше өз балаларын бақытты ете алмайды. Арнасынан асып төгілген аналық сезімі оларға әсіресе есейген шақтарында тек кедергі келтіреді. Балалары шеше тарапынан келетін кедергіні сезіне бастайды. Кейде бұл түпсаналық деңгейде жүріп жатады. Міне сол кезде олар шешені жақсы көріп, құрметтеу былай тұрсын, тіпті жек көріп кетеді де. Ол кейін агрессияға ұласып жатады. Жұрттың көпшілігі балаларға барынша назар аударып, қаржатын аянбай жұмсау арқылы олардың сүйіспеншілігі мен құрметін жеңіп алуға болады деген жаңсақ ой адасқақ дәменің жетегінде ереді. Бұл түбегейлі қате пікір. Бір-бірін сыйлап, сүйетін және ұзақта бақытты өмір сүрудің өнегесін көрсететін ата-ананы ғана балалары шын мәнінде құрметтеп жақсы көреді. Ана махаббатының басты құрамдас бөліктерінің бірі, бұрын айтқанымыздай, эгоизм. Бұл да кең таралған құбылыс. Ата-аналарға бала бойындағы тұлғалық қасиеттердің қалыптасуына жете мән бермейді. Керісінше сол бала арқылы өздерінің жоспарларын жүзеге асыруға тырысады. Балалардың санасына өздерінің қамсыз қарттығын
қамтамасыз етуге жауапкершілік сезімін сіңіруге тыраштанады. Әдетте көптеген отбасы қажетті махаббат кеңістігінен ада болады. Бойында ата-анаға қайрар сүйіспеншілік сезімі де жұтап тұрады. Ал олар өз кезегінде жастары ұлғая түскен сайын соны талап ете береді. Кикілжің ұлғайып, шеті мен шегі жоқ ата-ана мен балалар араздығы осыдан өрбиді. Энергиялық өзара әрекеттесу құбылыстарын зерттеуші Гоч өмірде жолы болмаған, мұратына жете алмаған ата-аналар белгілі бір деңгейде өз балалары мен немерелерінің қанын теспей соратын жалмауызға айналды. Олар бір қарағанда жан-жақты, соның ішінде материалдық жағынан көмектесіп отырғандай көрінгенімен, энергетикалық тұрғыдан балаларының мойнына мініп алады. Осы жері ерекше қызықты. Ата-аналардың ересек балаларына материалдық жәрдем беруі жаппай әрі жағалай ұшырасатын жайт, бірақ ол ақылмен істелуге тиіс, әйтпесе пайдасынан зияны мол. Ата-аналарының барлығы дерлік, ал басқаша қалай болады? Өйткені балаларға көмектесу біздің парызымыз ғой, деп шыға келеді. Бірақ бір қарапайым заңдылық бар. Ата-ана балаларына материалдық тұрғыдан неғұрлым көбірек көмектескен сайын, олардың кеңістігіне түсетін қаражатты соғұрлым көбірек бөгеп тастайды. Балалардың еңбек етіп табыс табуы бұрынғыдан да қиындай түседі. Қарапайым тілмен айтқанда, ересек әрі дербес балаларға берген әрбір теңге оларда 100 теңгеге шығындап отырады. Балалары мұны интуитивті түрде сезінеді. Ата-аналары қанша жалбақтаса да ат-тондарын ала қашып жиырыла түседі. Мұның бәле-бәтірдің басы екенін әрі тек зардап шектіретін түйсіне отырып, балалар материалдық көмекке алғыс сезімін арнамайды. Иә, ақшаға махаббатты сатып алуы мүмкін емес деп әсте бекер айтпаған ғой. Бұдан шығатын қорытынды мынау: есейіп ержеткен балалары әке-шешеден қаражылай көмек алуға тиіс емес, керісінше мүмкіндіктеріне қарай оларға көмектесулері керек. Ата-анаға махаббат осыдан көрінеді. Дей тұрғанмен, әке-шешеге материалдық көмек көрсету де қатардағы мәселенің бірі емес. Кейде қыруар ақшасы бар балалардың жай әншейін өтеуін беріп құтылуға тырысатынын байқауға болады. Бұл да өрескелдік. Мұндай көмек ешкімге пайда алып келмейді. Керісінше екі тарапты да тосын проблемалар келіктіреді. Ата-анаға материалдық тұрғыдан көмектесіп қамқорлық жасау әрине керек, бірақ ата-аналардың алдында қарызын өтеу көбінесе осымен шектеліп қалады. Жалпы ата-анаға ең басты көмек оларға дүниеге көзқарасын қазіргі уақыт талаптарына сай өзгертіп, таным көкжиегін рухани мазмұнмен байытудан тұрады. Әбден бауыр басып, кіндігінен байланып қалған ата-аналар, әсіресе балалары ірге ажыратып, алыс кетуге оқталған шақта өздерінің көңіл аудару үшін жиі ауыр сырқауға ұшырайтындарын зерттеулер барысы көрсетеді. Олар барынша өздеріне аяныш сезімін оятуға тырысып, сол арқылы балаларының күш-қуатын тартып алады. Мұндай жағдайда балалардың өмірде өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру қиындайды. Олардың алдында денсаулыққа, отбасылық қарым-қатынастарға, қаражатқа байланысты көптеген проблемалар пайда болады. Бұл ойға азықлар ақпарат қана. Егер балалардың қасында аурушаң ата-аналар жүрсе, балалары оларға жеткілікті сүйіспеншілікпен қарамайды, немесе аса парасаттылықпен ілтипат білдірмейді деген сөз. Ата-аналарға парасатпен, ақылмен берілген энергияның қайтарымы шаш етектен болады. Ақылмен деген сөзді әдейі ерекшеледім. Ата-анаға ең қымбат дәрі-дәрмек тауып беру, ең беделді клиникаға орналастыру, үнемі қасында мәпелеп отыру әке-шешеге сүйіспеншілігінің ақылмен, парасаттылықпен білдіру деген мағынаны білдірмейді. Олардың сана сезімін өзгертіп, олқы сезімдердің арылуына, бір-бірімен, туыстарымен, көршілерімен ізгілікті қарым-қатынас орнатуына, өздеріне және мына өмірге сүйіспеншілікпен қарауға көмектесу, міне ата-ананың игілігіне қосар ақылды данагөй үлесі осы ғана. Олардың қалған ғұмыры әлдеқайда мәнді, жарқын болу үшін өкпе реніштің бәрін кешіріп, қолдан келгеннің бәрін істеу қажет. Оларды бірге тынығуға, саяхатқа аттандырыңыз. Дүниенің кеңдігін бірге көрсін. Жалғызілікті ата-аналардың өмірге көзқарастарын өзгертуіне, бәлкім қосағын табуына қол ұшын беріңіз. Бір сөзбен айтқанда, ата-ананың бақытқа бөленіп, өмірдің ләззатына кенелуіне көмектесіңіз. Иә, бұған дейін рахатын сезініп, қызығын көруге мұршасы жетпеген өмірдің қызығын көрсін. Міне, әке-шешеге арналар осылай сүйіспеншілік лебі, мына сізге де, сіздің әулетіңізге де бірнеше ұрпақ бойы алдын ала қуаныш пен бақытты тірлікті нәсіп етеді. Ең бастысы сірә, ең қиыны да тыңғылықты білім, алабөтен сүйіспеншілік пен қуаныш сезімі арқылы ата-ананың жаңаша көзқарас қалыптасуына көмектесу.
Олардың құндылықтар жүйесін өзгертулеріне жәрдемдесу қажет. Ал егде жастағы буынның көпшілігі ол жалаңқат, жадағай идеологияның тозығы жеткен салт-дәстүрлер мен қасаң түсініктердің кесірінен көпе-көрнеу бұрмаланып берекесіздікке ұшырағаны белгілі. Бұл ересек буынның сорына қарай жиірек ұшырасатын пәлені өкпе реніштің көлемін азайтуға, әйтпесе мүлде жойып жіберуге мұрсат береді. Ойпырмай, қамшы сабындай қысқа ғұмырда олар көкейге қаншама өкпе реніш жиып алған десеңізші. Балаларына, тума-туыстарына, мемлекетке, көрші көлеміне, ең бастысы бір-біріне өкпелері қара қазандай ғой шіркін. Егер осынау құмыққан құдықтай құлықтың арнасын сәл болса да тазартса, төңіректегілердің бәрінің өмірі өзгеріп сала берер еді. Екінші кемелділік тарауында ересектер буыны иеленуге тиіс дүниетанымдық қағидаттар жөнінде егжей-тегжейлі әңгімеленді. Міне осындай жазмыш түсінігіне ата-ананы да бағыттаған жөн. Бұл жерде тер төге еңбек етуден қорықпау керек, бәрінің өтемі еселеп қайтады. Қуаныш. Ата-анаға сүйіспеншіліктің артуының және таңдаған жолдың дұрыстығының негізгі өлшемі осы. Егер олардың қуанышы молыға берсе, бәрі тамаша деген сөз. Егер олай болмаса, әке-шешеге өз махаббатыңызды көрсетуіңіздің ақылды данагөй амалын іздеңіз. Иә, мен солар бақытты болу үшін бәрін істеймін, бірақ оларды өзгерту қиын. Ескіше өмір сүруге үйреніп қалған, мені тыңдағылары келмейді тіптен деген әңгімені жиі естиміз. Міне осы жерден-ақ әке-шешеге шынайы сүйіспеншілікті көруге болады. Сіз өз өміріңізге сүйіспеншілікпен қарап, рухани деңгейіңізде өмір сүруге талпынсаңыз, әке-шешеңізге де ықпал ете аласыз. Дүниетанымның шынайылығы, руханилығы, сүйіспеншілік жалпы өз өміріңіздің сапасы осыдан көрінеді. Жолыңыздың дұрыстығының ең жоғары көрсеткіші осы, өйткені өз елінде пайғамбар болу әсте қиын шаруа, бірақ мүмкін емес нәрсе жоқ. Тек біртіндеп ақырын осы бағытпен жүре беру керек. Сізді тыңдамайтынына, түсінбейтініне, бағаланбайтынына ренжімеңіз. Тама берген тамшы тасты да теседі. Күндердің бір күнінде сарп еткен еңбегіңіздің қисапсыз саны ата-ананың өзіне, өмірге, мына сізге қарым-қатынасының жаңа сапасына айналады. Мұндай еңбек еш кетпейді. Ата-аналармен қарым-қатынас сипаты арқылы балаларының тұрмыс сипаты да қалыптасады. Осы материалды тағы бір тиянақтайық. Балалары әке-шешеге ештеңе қарыз емес. Олар мына тірлікте өз міндеттерін шешу үшін келді. Егер бәрін ойдағыдай шеше алса, онда ата-аналары бақытқа кенеледі. Ал шеше алмаса, әке-шешесіне сіздің отбасыңыздан шыққан өрен мына өмірге арқалай келген міндеттерін неліктен атқара алмады деген сауал қойылады. Мұндай ата-аналардың басына не балалары арқылы, не тікелей қиындықтардың болты үйіріледі. Өйткені олар әлгі жан иелерін нақ сол үшін жарық дүниеге алып келді ғой, бірақ өздері келісімнің шарттарын орындамады. Сондықтан түрлі түпнұсқаларда ардақты ата-аналар балаларыңа өз мүмкіндіктерін толықтай жүзеге асыра алатындай жағдай жасаңдар. Сонда жаратушы иенің шапағатына бөленесіңдер. Сонда ғана балаларың да сіздерге ілтипатпен, қам-құрметпен қарап, табиғи түрде зорлықсыз әрі ескертусіз өздеріне өле-өлгенше қызмет етеді дейді. Балалардың әке-шешелерін іргені мүлде аулақ салып, тез ұмытып кететін жайттері жөнінде сөз қозғаған жөн. Мұндай жолда ешқандай жақсылыққа жеткізбейді. Балалармен өзара әрекеттесу өрісінен айырылған ата-ана тез қартайып, тіпті мезгілсіз қайтыс болып кетуі мүмкін. Бұл ретте тек тамырына ажырау кесірінен балалардың тыныс тіршілігінде қосымша проблемалар пайда болады. Бұл олардың өмір сүру тұрақтылығын әлсіретіп, келесі ұрпақтар буынының тағдырына теріс әсер етуі мүмкін. Бір отбасындағы қос ұл өз беттерінше дербес өмір сүруге ерте кетті. Тіпті әлі үйленіп, отау құрып үлгермеген олар асып төгілген ана қамқорлығынан қашып, оңаша пәтер жалдады да әке-шешесімен байланыстарын сиретті. Шешесі екеуін жан-тәнімен жақсы көретін еді. Олар ат құйрығын кесіп кеткенде не ойынан шығара алмады. Өзінің сүйіспеншілігі мен қамқор пейілін бәрібір күйеуіне бөле алмады. Ол мұны түсінбеді, ешкім оған түсіндірген де жоқ. Соның салдарынан бейдауа дерті асқынып қайтыс болды. Көріп отырғанымыздай балалардың ата-анаға қарым-қатынасы отбасындағы қарым-қатынаспен өте тығыз байланысты екен. Іс жүзінде ата-аналар мен балалардың арасындағы проблемалардың барлық себептері балалық шақта жинақталады. Ұрпақтан ұрпаққа көшіп отырады. Сондықтан өз әулетіңнің тәжірибесін зерттеп, текке тарататын шырғалаңның себептерін түсініп алған жөн. Әке-шешеңнің, тума-туыстарының өмірінде имандылық тұрғысынан қарап, арғы ата-бабаларың тағдыр талайына
Мейлінше терең үңіліп қайталанбалы проблемаларды және олардың себептерін анықтау қажет. Ес жиып етек қымтар кез келді. Жаңа дәуір келелі әулеттік тектік міндеттердің нақты шешімін талап етеді. Біз дәуірлер алмасар кезде жер бетіне бекер келген жоқпыз. Тектік мәселелердің басым бөлігі тек әке-шешемен ғана қарым-қатынастар құрғанда ғана шешіледі. Сол қарым-қатынастарда құрмет, махаббат пен даналық үні бұрынғыдан да асқақ естілуі тиіс. Ол бала өзі үшін ана, оның өмірінде кездескен алғашқы әйел екенін түсіну керек. Ал қыздар сәйкесті түрде әкесіне қатысты осыны сезіну шарт. Ата-анамен арақатынасқа жаңа дүние таным өрісіне көз салсаңыз, өзіңіздің қарым-қатынасыңызда орасан зор резервтер барын көресіз. Қазір ата-анаңызға балалық және жастық шақта қолдар жетпеген нәрсені тауып беріңіз, сонда сіз таңғажайып нәтижеге куә боласыз. Ал бала кезде, әсіресе жасөспірім шақта, жастық шақта біз әке-шешемізді жиі ренжіттік, әрі оларға ренжідік. Кейін ес жиып ақыл кірген шақта балалардың өздері ата-ана болған кезде, олар өз өміріндегі әке-шешенің тұңғиық мәніне түсіне бастайды да құрмет сезімі оянады. Жастықтың ұшқарлығы, жарық дүниенің жарқын көріністеріне әсер құмарлық, өзінің мықтылығын дәлелдеп, ел ішінен ерекше көріну үшін барша жақсылықты иемденуге ұмтылысы, міне осылардың барлығы кейде ата-анадан мүмкін емес нәрселерді талап етуге мәжбүр етеді. Тойтарыс беріліп, талап-тілегі орындалмаған ретте наразылық өрши түседі. Балалар, менің өмірімнің материалдық бастауын қамтамасыз етіңдер дегенді жиі ойлайды, ал кейде ашық айтады. Осыған өте сақ болған жөн. Нақ осындай қамтамасыз ету әрекеті бақытты болуға мүлде кепілдік бере алмайды. Керісінше машина, пәтер сатып алып беру жеке тұлғаның табиғи қалыптасуының үдерісін бұзады. Бәлкім көптеген елдерде белгілі тәжірибеге назар аударған жөн шығар. Атап айтқанда, әлеуметтік жағынан берекесі тасыған Швед елінде материалдық қажетті толық қамтамасыз етіп алмайынша жас жігіт үйленбейді. Жас кезінде білім алумен, қызмет мансабын өсірумен, тірлігінің әлеуметтік қырын жетілдірумен айналысады да, тек содан кейін отау құрады. Сонда жас жұбайлар әке-шешелерінің мойнына мініп алмайды, оларға талап қойып, кінә артпайды. Керісінше өздері ата-аналарына көмектесе алатындай күш жияды. Ата-анаға талап қойып, кінә арту жас жұбайлар басындағы көптеген проблемалардың себепшісі. Кең таралған құбылыс болғандықтан, менің жалғызбастылық мәселелерімен айналысуыма да тура келді. Сонда көбінесе жападан жалғыз күн кешудің себебі ата-анаға кінә артып дауласу екенін анықтадым десем, сенесіздер ме? Бұл мәселенің себептері әкеге қатысты көзқарасында тығылып жатады. Неғұрлым көп кінә артқан сайын, соғұрлым қыздардың еркектермен қарым-қатынасын қиындай береді. Кінә артып дау айтуын қойған бойда-ақ өмірі жөнделіп жүре береді. Мысал келтірейін, бір әйел ұзақ уақыт бойы тұрмысқа шыға алмады. Жасы 40-қа келгенше отырып қалады. Қандай амал қолдансаң да мұқият істеді. Ал әкесіне өкпе ренішін жойып, онымен татуласқан шақта ғана ажырасуға кінәлі тек жалғыз ол емес екенін түсінді. Сөйтіп, кәрі қыз өз махаббатын тауып бала туды. Тиісті қорытынды шығару үшін мұндай мысалдар да жеткілікті. Бұған кереғар қарым-қатынасты ата-анаға қатысты шамадан артық, шектен тыс махаббатты да жиі кездестіруге болады. Бұл өз алдына бөлек үлкен тақырып. Шамадан артық нәрсенің бәрі тоя тамақ жеу, зорға жұмыс істеу, дінге басы бүтіндей берілу, сену, тағы басқа ата-аналарға немесе солардың бірнеше шектен тыс ес-түссіз сүйіспеншілігін арнау да зиянды құлық. Мен анасын ес-түссіз өліп-өше жақсы көріп өткен бір адамды білемін. Ол сезімін сақтап қана қалған жоқ, шешесі өлгеннен кейін де тіпті өршіте түсті. Оны әспеттей ардақ тұтып, пұт құдайға айналдырып қойды. Таң мезгілінде және ұйықтар алдында оның портретіне мінәжат етті, ал қалған уақытта әлгі портретті сөмкесіне салып жүрді. Анасына арналған мұндай шексіз махаббатқа талайлар елжірей қарады. Шындығында бұл шексіз, ессіз адасудың көрінісі еді. Осы мысал психикалық туыттар тарауында көрсетілген тақырыпқа астарласа кетеді. Өйткені бәрі өзара байланысты ғой. Баланы өзіне байлап матап тастаған алапат ана махаббаты бұл жағдайда аналарға арналған сүйіспеншіліктің арқасында күшейе түсті. Екі вектор тоғысып, қуатты өзара әрекет шарпуына айналды да, анасы көз жұмғаннан кейін де саябыр таппады. Бала ақылды еді, сабақты жақсы оқыды, әскери училищеге оңай түсті. Бұл өте маңызды дерек. Нақ сол әскери тәртіп оның еркектік қасиеттерін дамытуға жәрдемдесті. Оны өмірде шыңдап ширықтырды. Бірақ шешесі әрдайым оқу кезінде де, қызметін атқарып жүрген шағында да қасында жүрді.
Бұл да өзінің зардапты іс кесірлі таңбасын қалдырды. Әскер қатарында қызмет етіп жүргеніне қарамасан, анасының ықпалына азаймады. Көрікті, мейірімді, келешегі зор әрі адамның жанын түсініп, жүрегін ұға білетін зерек жігіт еді. Сондықтан оған әйел заты бір көргеннен ғашық болатын еді. Бірақ ол үйлене алмады. Былайша айтқанда, маңдайға жазғаны сол болды. Сондықтан олардың алып ұшқан сезімдері жарты жолда қанатынан қайырылып қала берді. Ал жазмыш оған махаббаты маздаған талай әйелді жетелеп әкелді. Олар мұны осынау томаға тұйық тірліктен алып шығар еді. Алайда оның өзі шығар жолға аяқ баспай тайсақтай бергені, өйткені оның анасына деген махаббаты өте күшті еді. Ғашық әйелдер де азап шекті. Сөйтіп ол талай тағдырдың тәлкегіне ұшырап, түбіт түйткіліне себепкер болды. Бір әйел ақырында діттегеніне жетті. Екеуі үйленді. Кейін жігіттің өзі айтқандай, мен оған емес, ол маған үйленіп алды. Психикалық тұрғыдан әлі тумаған еркектердің басына жиі ұшырасатын жайт. Олар шешесінің әлде қалыңдықтың, әлде әртүрлі жағдаяттардың қыспағымен үйленеді. Мұндай отбасының әдетте тірлігі оңбайды. Біздің кейіпкеріміздің де жағдайы солай болды. Шешесі қасынан бір елі ұзамады. Әуелі олар бірге, содан соң бөлек пәтерлерде, бірақ жақын жерде тұрды. Перзенттері дүниеге келе тұра ерлі-зайыптылардың арақатынасында шиеленіс бола берді. Әйелі ол бүкіл уақытын отбасына емес, шешесінің қасында өткізіп жүрді. Ал екеуі ескерту жасағанында ол мені тас жүрексің деп кінәлайтын деді. Қасиетті аналық сезім мен ата-анаға шынайы махаббаттың астарында шын мәнінде адамдардың әлдебір адасқақ түсініктері мен олқы құлықтары бұрыс біткен құндылықтар жүйесін тығылып жататынын жиі көреміз. Ата-ананы ардақтап сүю қажеттігі жөнінде асқақта асыл сөздерді естіген сәтте әлдебір қарсы сөз айтып, айыпты пікір білдіру аса қиын. Ондай сөздерге елігіп кетпей, ақылға жүгініп, шынайы махаббатты жалған, жалт етпей сезімдерден ажырата біліңіздер. Анасы қайтыс болғаннан кейін әлгі жігіт жыл бойы еңсесін тіктей алмай егіліп мүлдем кете жаздады. Өзінің қалған ғұмырын аналық сезім мәселесіне арнады. Ана әйелдер оның өмірінің мәніне айналды. Ал әйел заты ретінде қыз-келіншектерді енді кейінге ысырып тастады. Жас күнінде олардың бірінші орынға қойып жарытқаны шамалы еді. Осыған байланысты оның өз мүмкіндіктерін жүзеге асыру қауқары төмендеді де, анау әйелі отбасындағы негізгі асыраушыға айналды. Ал балалары оған құрметін жоғалтты. Ол мына өмірге өлшеусіз даңғайыр дарынмен аңқылдаған мейірімді жанымен келді, бірақ анасының тегеурінді ықпалына түсіп, тірліктегі бағдарынан айырылып қалды. Соның кесірінен өз мүмкіндіктерінен титтей бөлігінде жүзеге асыра алмады. Міне алапат ана махаббатының оған қоса анаға арналған қарымта сүйіспеншілік сезімнің зардабы осындай болды. Ата-аналары бақиға аттанғаннан кейін балалардың басына түсетін кінәлілік сезімі біршама кең таралған құбылыс. Ананы олай, мынаны былай істеуім керек еді, сонда олар әлі де өмір сүрер еді-ау. Мен оларды онша жақсы көрмедім, сондықтан жарықтық өмірден ерте кетті ғой, тағы сол сияқты. Расында, мұндай кінәлілік сезім тірлікке кері әсерін тигізеді. Кінәлілік пен қорқыныш сезімі адам үшін ең қиын зиянды құлықтар. Кінәлілік сезімі арқылы ата-ананың балаларының өміріне о дүниеде де ықпал етіп, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруларына кедергі келтіруін жалғастыра береді. Бәрі сол кезде қалай болуы тиіс болса, тап солай болғанын түсіну керек, және өткенге өкінудің қажеті жоқ. Ата-аналар өздеріне қатысты қарым-қатынастың іргетасын өздері қалайды. Олар әрқашанда өз дүниетанымдарының жемісін жейді. Өздері балаларына қалай жасаса, балалары да оларға солай қарайды. Өткен жылдарына өкінбес үшін ата-ана балаларына деннің саулығын беріп, махаббат кеңістігін жасауы, дұрыс құндылықтар жүйесін құрып, өмір жолын алғашқы дербес қадамын бастауына қажетті білім алуына көмектесіп, адами қауымдасудың бастапқы қағидаттарын таныстыру қажет. Ең бастысы өздері үлгі өнеге көрсетіп, жарты қадам болса да алға жүруге міндетті. Ал балалары адам неғұрлым есейген сайын ата-аналардан алар көмекті соғұрлым азайтуы тиіс деген қағиданы әмәнда есте ұстағаны абзал. Сайып келгенде ешкімге бірдеңе беруге міндетті емес. Ғажайып ғалам иесінің басты қағидаттарының бірі ешкімге ештеңе қарыз емес дегеннің бала шақтан жадта ұстаған жөн. Ата-ана нақты жан иесінің жаралуына мүмкіндік беріп, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруына қажетті жағдайлар жасап берді. Ал одан ары жол жан иесінің өз ырқында.
Иә, ата-аналардың тең тәуір жәрдемі де сол, балаларының өз бетінше өмір сүріп, тірліктерін істеулеріне кедергі келтірмеу. Ал балаларының ата-анаға жәрдемі бақытты болуларына көмектесіп дем беру. Құрметті тыңдармандар, кітаптың жалғасын келесі видеодан күтіңіз.